Қайырлы күн, ұстаздар. Бүгін мен сіздерге сабақтың соңынан алынатын кері байланыстың бір түрін көрсетейін. Бұл Mentimeter сайтында жасалады. Бала сіз өз жіберген сілтемеге кіргеннен кейін сабақтан алған әсеріңіз деп осылай көріп отырады. Телефоннан кірсе, болмаса компьютерден кіруге болады. Ол жерден бәрін түсіндім, әлі де көп білгім келеді, көмекті қажет етемін. Үшеуінің бірін белгілейді. Бұл жердегі сөздерді, мына суреттерді сіз өз қалауыңызша өзгертіп ала аласыз. Енді мен бала болып біреуін белгілеймін, отправить жіберемін. Міне сол кезде сізге жауабы бірден осылай келеді. Яғни сіз бұл жерді доскаға түсіріп қойып та балаларға бірден көрсетуіңізге болады. Енді бұл кері байланысты қалай жасайды, соны көрсетейін. Ол үшін Mentimeter сайтына кіреміз. Кіру батырмасын басамыз да, Google арқылы кірем, болмаса тіркеліп алуға да болады. Мінекей. Осылай ашылады. Мына жерде менің жасаған жұмыстарымның тізімі тұр. Сіз бірден жаңа жұмыс бастаймыз. Мына жерге сыныпты немесе жаңаға өтетін тақырыбыңызды жазуға болады. Мына жерде қарасаңыздар, диаграмманың түрлері көрсетілген. Бірден орысшаға аударып қояйын. Көрсетілген сізге қалай көрінеді. Яғни соны өзіңіз қалауыңызша таңдайсыз. Мен көбіне осыны аламын. Және енді қандай сөздер болады? Сабақтан алған әсеріңіз, сұрақ немесе басқа сөзге аударуға болады. Сосын мына жерде 3 вариант бар. Можете мына жерде тағы да 4-ші вариант деп қоса беруіңізге болады. 4-ші, 5-ші деп маған 3 жетеді. Сурет таңдаймыз алдымен. Мен жаңа мына суреттегімен көрсеттім ғой сіздерге. Енді қазір смайликпен көрсетейін. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай сурет бар, соны қоюға болады. Біріншіге мен қысқаша ғана керемет деп жазамын. Керемет. Сабақтан алған әсерім керемет дейді оқушы. Екінші сурет. Мына смайликті қояйық. Осы жақсы білетін сияқты. Жақсы. Жақсы. Үшінші суретке түсінбей қалған смайликті қояйық. Көрініп жатыр иә сіздерге. Орташа. Болды. Енді осылай жаздық. Енді осыны жібереміз. Настройкасынан қарап жіберейін. Настройкасында қазақша болып, орысша тұру керек, орысша тұр. Енді жіберем. Сабақтан алған әсеріңіз 3 түрі, бала біреуін таңдау керек. Ол үшін бала осы сайтқа кіріп мына кодты жазады, немесе сіз мына жерде скопировать ссылку деп аласыз да, сол ссылканы жібересіз. Мен сол ссылканы кіріп қойын көшіріп алған, ставить. Осылай тұрады. Балаға, егер компьютерден кірсе, осылай көрініп тұрады. Бала керемет деп жауап берді, жібереді. Сабақтан алған әсеріңіз керемет шықты. Ұстаздар, бұл әдіс сізге ұнаса, лайк қойып, комментарий жазыңыз. Тағы да жұмыстарды көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп алыңыз. Сау болыңыздар.